Кейс болатын нәрсе болып тұр. Не болды? Бірінші орынға не берейін деп жатсыз? Бірінші орынға үлкен плазменный телевизор. Жарайды, кеттім мен онда. Білесіз ғой, мен тек қана машинаға айтысатынымды. Айтпайсыз ба, алдын ала машина или телевизор деп? Мен айтыспаймын. Бағымбек, телевизорың құтты болсын. Рахмет. Тұра тұр. Бұл енді бұл кісі жаңа айтып жатыр ғой өзі де. Біржан Сал сегіздері ахан серілердің қолына су құйған. Не құйған дейді? Қолына су құйған дейді. Шай құйған деп айтпайсыз біз, су құйған дейміз. Табақтасып болған, шай құйған. Табақтасып. Сұхбаттасқан солармен. Су құйып мен немене есіктің алдында патсам бала дейсің мен? Көз бақырып, не айтатынын білмейді бәле ғой мына. Мына кім директор сайлап жүр, басымнан ош жүрді қанша. Бақыр. Психиатрическая клиника. Добрый день. Меня зовут Бри Ван де Камп. Я хотела бы лечь на психиатрическое обследование. Что вас беспокоит? Судя по всему, я на грани нервного срыва. Я прощаю тебя. Ölüm özüm için adımlelelelem. Тамардан жөтеліп сөйлетпей. Тамағың ор ма? Иә. Сен қойдың майын ішсеш. Сосын таба алып жатсаң да борсықтың майы жақсына жақып қойсаң қыздырады да. Сосын таба алып жатсаң да маралдың мүйізін кеңіруге болады. Сосын да бұғының қанын ваннаға толтырып соған жат. Сосын одан шыққасын сразу аюдың терісін оранып жата қалсашы. Мен не істеймін, мен аптекаға барайын ба, аңғашайын ба? Түрме әбіржіп біткен ба? Әбіржіп тұрсын. Түрме әбіржіп тұрмын. Иә. Шашын жуып алайын ба? Не дейсің? Шашын жуып алайын ба? Ой, несін жуасың, солай сасай. Айтасың ба? Өлең айтам? Енді. Бұл қай жерде айттың? Леохан туған күнде айтқан. Кімде? Леохашы 72-ге. Қазір бастаймыз, мақма? 5, 6, 7, 8 деп. 100-ге дейін кете бересің, 100-ге дейін. Сен санамайсың ғой, не ғой санайтын? Сен санамайсың. Мен санамайым, сен санайсың. Разговор жоқ. Бұл сөйту енді, қазір кеттік қазір. Қараш. 1, 2, 3. Сен не аптырсың енді? Санама деді ғой, мен лоқып тұрсың ба мен? Санама дедім ба, мен сөйлеме жауап беруім керек қой. Санама. Еш сөйлемесе, брат. Айтсайсың маған бірдеңе деп айтсың. Айтам ғой да. Сен тарта берсең, мен өзім қу жетіп аламын ғой. Сен тарта бер, мен өзім қу жетіп аламын. Қу жетіп аласың, жылғы қуып баратқан жоқсың ғой. Мне, короче, как-то парень в 12 часов ночи пишет, говорит, пойдем где-нибудь посидим. Я говорю, я не могу, я уже спать легла. Он говорит, да ладно, что ты быстренько соберись. Быстренько. Мне 37 лет, я сейчас быстренько могу только в больницу собраться. Ну, халаты, тапки на мне, поехали. Если женщина вам сказала, я уже легла спать, значит все, назад дороги нет. Ну, нас уже нельзя показывать людям. Ну, мы вечером выглядим как чмо. Мы не спим в красивом. В рекламе нижнего белья женщины спят в красивом, да? Она там уснула, значит, в стрингах кружевных, в лифчике уснула. Ага. Но ни одна женщина никогда в жизни не уснет в лифчике, трезвой. Да и пьяной. Если даже женщина пьяная упадет в сугроб, она сначала вытащит лифчик через рукав пуховика, да? И вот только потом. Доброе утро. Сомневаюсь. А ты думаешь, легко быть замужем за богатым? У тебя, наверное, и мужика богатого никогда не было. Не было. Не укачивала тебя на этих яхтах в Средиземном море? Не укачивала. Не приходилось выбрать, что же надеть в платье от Веры Вон или Ив Сен-Лоран? Кто это? И не было такого, что после жуткого джетлага ты садилась за руль своей ламбы и мчала в свое шато по хайвею.